Ресейде болған жол апатына зардап шеккендердің ішінде біздің оралдықтар да бар. Олардың ішінде екеуі кішкентай балалар. Жол апаты қаңтардың 5 күні түнде болған. Апаттан зардап шеккен қазақстандықтар бар деген хабарлама түскен бойда батыстан төтеншеліктер мен дәрігерлер командасы жолға шыққан. Жол апатынан өкінішке орай 2 адам қаза тапқан. Қаза тапқан 2 адам мен жараланған 7 адамды біздің құтқарушылар мен жедел жәрдем бригадасы аман-есен Оралға жеткізген. Қазір зардап шеккендердің бәрі дәрігерлердің бақылауында, жағдайлары қалыпты, деді облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшысы. Бүгінгі таңда науқастардың бәрі ем алуда, 2 балада, 4 ересек. Бір Атыраудың жергілікті азаматы қаралып, өзің сұранысы бойынша амбулаторлық емге жіберілді. Бүгінгі күнде нейрохирургия бөлімінде 1 пациент, политравма бөлімінде 2 пациент және де 2 пациент жалпы хирургия бөлімінде. Көпбейінді аурухана балалар 2 бала 6 жаста, 15 жаста бала, олар ем алуда. Жол апатынан зардап шеккен қазақстандықтарды елге аман-есен жеткізу үшін төтенше жағдайлар департаментінен 8 техника мен 23 адам барған. Бұлармен бірге 17 дәрігер жолға шыққан. Енді бұдан әрі Самара қаласына топтама жолданып, Большегушицкая ауданында 2 бірлік техникамызды қалдырып кеттік. Біздің дәрігерлер сол жерде қалды. 3 азаматымызды қарап, сол қастарында психологиялық көмек көрсетіп, одан әрі Самара қаласына жетіп, қалған азаматтарымызбен де тиісті психологиялық көмек көрсетіп, біздің дәрігерлер соларды қарап, сол жерден автокөліктерге отырғызып, 7 күні сағат 05:38-де Орал қаласына келген болатынбыз. Автоколоннаны Орал қаласынан шекара өткеліне дейін және қарсы бағытта алып жүру үшін облыстық полиция департаментінің қызметкерлері жұмылдырылған.